Ағайын бауырлар, ассалаумағалейкум. Міне жаңа айтып отырмын ғой, гаражға кіріп аламын да бір 15-20 минут уақытымды бөлем. Мына пышақтарды сүртіп тазалап, жылтыратпастан бұрын қараңыздар, май біраз жүзі қайтып қалған. 10 күн ба 15 күн болып қалды. Қайралмаған, алдында видеоға салып едім, одан бері по-моему 10 күннен точно асты. Міне қайрау тәсілім қалай? Гаражға келем, отырам, қолыма пышақты алам, пышақты алып сүртіп тазаламастан бұрын қайрап алам мықтылап. Содан кейін жақсылап жаңағыдай сүртем, тазалайым, жылтыратам, құрғатам, үйге апарам, қойып қоям ғой. Менің қайрау тәсілім қандай? Менде мына болат деген мұсат, 41-40 деген термообработкадан өткен, қаттылған жаңағы арттырған мұсаттар ғой, қатты енді 60-62 қаттылығындағы мұсаттар. Ручкасы венга, басында бұқа, мынандай өзімнің енді үй жағдайында қолданып жатқан мұсатым. Пышақта болаттың пышақтары 41-16 деген сталь. Мен мына бұрышынан бастап алам да, басына дейін тартам ғой. Бұрышынан бастайым, басына тартам. Бұрышынан алам, басына тартам. И екі жақтан да солай. Екі жақтан да солай. Бір 25-30 градус примерно көзбен. Енді ол бір анандай градусты өлшейтін бір инструмент қойып алып керек жоқ. Просто көзбен примерно мынандай 25-30 градус аласыз да, ұра бересіз ғой. Менің қайрау тәсілім осы. Мына бұрышынан бастап екі жағын шартылдап тұрып қайрайым. Бір 15-20 минут уақытым бөлем да үйде каждый пышақты жүріп шығам. Пышақ деген жилет қой. Мына қазір қарасам, пышақтар жилет болады. Қазір мен бір 20 минуттан кейін мынау вообще лезвие болады ғой, лезвие болады. Үйге кіргізем да, әйелім айтып қоям, пышақтар лезвие абайла, жилет, өткір деп қоям, ол да білет. Мен пышақтар қайраған кезде пышақтар жаңағыдай қатты өткір болады да, ол да абайлап қолданады. Енді өзіңе де приятно ғой, пышағың өтіп жылтырап тұрса. Алдында тиктокта бір ағаларымыз жазып жатыр. Пышағыңды қайрамасаң басқа біреулер келіп қайрап кетеді деген жағы бір ащы болса да бір прикол ғой енді. Сол үшін ағайын бауырлар, пышақтарыңызды дұрыс қайрап, пышақтарға дұрыс уход жасап, пышақтарыңызды күтетін болсаңыздар мықты өткір болады. Әрқашанда жилет болып тұрады ғой. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, амандықта жолығайық.